премьерасы халқымызға ұсынылған «Рекетр» 3 фильмі. Бұнда сіз рөл атқардыңыз, ол атақлы режиссер һәмде актерлар менен біргелікті. Әлбетте, мен үшін да бұл үлкен жетіскенлік. Қазақстан Республикасы Алматы қаласында Сатай фильм кинокомпаниясы тарапынан «Рекетир» 3 фильмінің съемкасы болып өтті. Режиссері Қазақстан Республикасына минет сіңген режиссер, көркемөнер қайраткері Ахан Сатаев. Ахан ағаны көпшілік таниды. Жау жүрек мың бала, Тумариз, және де басқа бизнесмендер, міне осы фильмдер арқылы көпшілік замандастарымыз таниды. «Рекетир» фильміне келетін болсақ, фильм 2007 жылы бірінші сериясы тамашагерлер назарына інім етілген болса, ондан соң 2015 жылы ол фильмнің екінші бөлімі тамашагерлер назарына інім етілді. Арадан 10 жыл өтіп, 2025 жылы міне үшінші бөлімі халық назарына, тамашагерлер назарына інім етілді. Бұл фильмге Қарақалпақ актері Арман қалай барып қалды деген сұрау көпшілікті қызықтырып отырған болса керек. Негізі «Рекетир» фильмінде бас рөлді атқарған актер Саят Исенбаев менің өзі кинодағы бір кумирім. Мен ол фильм шыққанда да кішкене бала едік. Әкем марқұм пиратский дискетін әкеп сауға алған еді маған. Сол сауға еле есімнен шықпайды. Сол фильмді қайта-қайта көріп, арасын айтсам, маған сол жанрдағы фильмдер көбірек жағады. Әуес қылып түскен суретлерім де бар, сол афишаларын сылап. Арадан жылдар өтіп, бұл фильмде рөл ойнаудың өзі мен үшін үлкен аумет. Бұл үшін әлбетте Сатай фильм кастинг директоры Жайна Абдиеваға өз миннетдаршылығымды білдіремін. Кастинг жұмыслары басыланған уақытта мен ауылда едім. Кастингке қатынаса алмай қалдым «Рекетир» фильмінің. Бірақ сол Алматыға жұмысларменен барып, һәм Жайна Абдиеваға жаздым. Мен фильмге қатынассам деп едім актер сипатында. Сонда Жайна әпкеміз айтты, Жайна Абдиева: «Арман, рөлдердің бәрі бәнд, эпизод рөлдерді бәнд». Сонда мен айттым, мен массалық сахналарға қатынассам, бұл мен үшін бір тәжірибе болатығын еді актер сипатында деп. Яқшы, Арман, мен массалық сахналар болса айтаман деп. Сөйтіп жүргенімде, енді жұмысларымда біткеріп, ауылға енді шығаман деп тұрған уақытымда Жайна Абдиева: «Арман, тез, қазір саған менің ассистентім хабарласады, тез өзіңнің мағлұматларыңды тасалауың керек». Содан басыланды қоңыраулар. СБС кастинг директорының ассистентлері: «Арман, сіз ба, бізге видео проба үшін сізге тапсырма береміз, соны түсіріп жібере аласыз ба? Тез бірақ». Содан берген тапсырманы тез видеоға түсіріп тасладым. Бір кезде крупныйлау қылып жібере аласыз ба деп. Және сол толық етіп түсіріп және жібердім. Бір кезде енді фотоларыңыз керек деді. Мен ашкимен отырған суретлерімді жіберсем, келің ашкисіз суретлеріңізді түсіріп жіберсеңіз, бойыңыз қандай, соның барлығын түсіріп жібердім. Бір кезде біз сізге жауабын айтамыз деді. Ондан соң енді бәрібір іште қалеу жүдә үлкен. Бір кезде сіз рөлге тастиқландыңыз, сізде ертең съемка деген хабар келді. Қуанғанымды айтың енді сол уақыттағы. Сол дәрежеде қатты қуандым. Мен басында ойладым, массалық рөлге сайландым деп. Массалық рөлге сайландым, енді сода түсемен деп. Содан СБС мағлұматларымды қоңырау арқылы алып, ең кейінінде сол айдаушы автомобиль басқарушысы қоңырау етті, мен сізді алып кетемен деп. Азанда 9-да тайын тұрың деді. Азанда мен сол затларымды алып шықтым. Менен басқа кім мінеді деп сұрасам, ол инсан айтты, мен негізі сол бас қаһарман Саят Исенбаевтың жүргізушісімін. Не болғанын түсінбей жатырсыз? Түсінбей жатырмын. Сізді алдым, енді Саят ағаны алып кетеміз дейді. Бір кезде машинамен бардық. Барсақ, менің кумирім шығып жатыр. Кіріп, келіп, ассалаумағалейкум деп машинға мініп отырып, сонымен айтты, актеріміз бүгінгі кинода, бүгінгі рөлді атқарады. Танысып бірге. Мен айттым, енді мен сіздің ықыласпендігіңізбен киноларыңызды көрдім көп. Рахмет деді. Мен Қарақалпақстаннанмын. Ол Қарақалпақстаннан деп, ол басқаша сөйтіп қуанып, сол фильм үшін келгенің үшін рахмет деп, өзінің сол пікірлерін айтып. Сонда бір қатты қуанғаным бар. Ондан соң сол съемка майданына барған уақытымызда режиссер ағамыз Ахан Сатаевтың өзі күтіп алды, һәм Арман деп бірден пробаны көрдім. Міне тура солай болу керек, зор деп өзінің сол мотивациямен күтіп алды. Ондан соң кастинг директор Жайна Абдиевада: «Арман, зор, кеше көрдік, біргелікке талқыладық, сені сол рөлге тастиқладық. Менде қызық болып тұр, менден басқа кімдер бар және деп. Сенен тысқары 6-7 балаға жібердік бұл тапсырманы. Соның үшін сені сайлап алды». Сонан кейін Жайна Абдиеваның айтқан сөзі менің жүрегімде қалып кетті: «Арман, жуырған жетпейді, бұйырған кетпейді» деді.
міне осы рөл саған бұйырып тұрған екен, демек сен бүгін бізбенен біздің командамыздасың деп. Демек сіздің күйеуіңізге қатты қалеу болған. Бұл Әлбетте. қалеу тек қана балалықтағы қалеу десек Әлбетте. болады.